Ертеде жасыл орманның ішінде биік әрі әдемі бір ағаш өмір сүріпті. Оның аты сиқырлы емен екен. Бұл ағаш жай ғана ағаш емес, ол ормандағы барлық тіршілік иелеріне көмектесетін мейірімді дос болыпты. Бір күні орманға кішкентай қыз Аружан саяхатқа келеді. Ол табиғатты қатты жақсы көретін, бірақ орманның сырын әлі толық білмейтін еді. Жүріп келе жатып, ол үлкен ағаштың түбіне отырып демалады. Сәлем, кішкентай досым. Мен осы орманның қорғаушысымын. Егер сен табиғатты жақсы көрсең, мен саған бір құпия ашамын. Әрбір ағаш тіршілік көзі. Біз ауаны тазартып, жануарларға үй боламыз. Егер адамдар бізді қорғап, күтсе, табиғат әрқашан әдемі болады. Сол сәтте Аружан ағаштың жапырақтары жарқырап, кішкентай жарықтарға айналғанын көреді. Бұл орманның өмір күші еді. Қыз үйіне қайтқанда, ол ағаш отырғызуды әдетке айналдырады. Көп ұзамай, оның ауласы кішкентай орманға айналады. Ал сиқырлы емен болса, алыстан оған риза болып, жапырақтарын сыбдырлатып тұрады екен.